Барлықтарына сәлем достар, қайырлы күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін сенбі, ертең жексенбі дегенде 2 күн демалыс тұр. Бүгін білмеймін, тамағым немесе мұрнымнан кетіп тұр, кішкене ауырып тұрған сияқтымын. Құдайым ешкімді ауыртпасын, шипасын берсін дегім келіп отыр ауырып отырған жандарға. Және де бір шара қолданыңыздар сіздер де. Бүгін мен де ыстық чай ішіп, ыстық ванна қабылдап немесе дәрілер ішетін боламын. Бітпеген шаруалар, істер көп, бүгін бәрін тындыру керек, бітіру керек. Сіздерге де соны тілеймін, күндеріңіз сәтті өтсін дегім келіп отыр. Достар, тағы да бір айта кететін жайт, айтпасам болмайды, мына жерімде тұр уже. Соңғы ситуациядан кейін көптеген хейт жазылады, жарайды, оған көнді. Көптеген адамдар балағат сөздер, боғау сөздер жазып жатыр. Жарайды, оған да көндік. Сен андайсың, сен сондайсың дейді. Мейлі, оған да мен-ақ, біз-ақ жаман болайықшы деп жатырмыз. Бірақтан мен ойлаймын, маған көбінесе жаман сөздер жазып жатқан жандар 30, 40, 50, 60 жастағы әйел кісілер, әйел бақытына кенеліп отырған біздің ақ жаулықты аналарымыз. Не көрінді сіздерге соншама деп айтқым келіп отыр. Аккаунтына кіріп қалам, мать счастливых троих детей деп тұрады ғой. Енді білмеймін, замужем дейсіздер, ертең өздеріңіз қыздарыңыз да туылады. Мен дым демеймін жаман сөздерге. Мейлі, жарайды, ысырып тастайық, бірақтан да Алланың жаратқан дене бітіміне тисе кету, сенің көзің мынандай екен, сенің мұрның мынандай екен, сенің денең мынандай екен деп сіздер ешкім емессіздер біреуді сөгетін. Ол дұрыс нәрсе емес, достар. Қазірде де, болашақта да олай жасамаңыздар. Біз Алланың жаратқан денесіне, пендесіне, құлына біреуді сөгетіндей, мін тағатындай біз ешкім емеспіз. Осыны білсеңіздер деймін. Және де екіншіден, қарғыс деген ең жаман нәрсе. Біреуге өлім тілегенше өзіңе өмір тіле дейді. Сен өліп қал, сен бүйтіп қал, сай қал деген секілді жаман сөздер жазылып жатыр. Бағана айта кеткенде мен айттым, мен көтерем хейтті, жарайды. Бірақтан да қарғыс айту, біреуге өлім тілеу, ол не деген адамгершіліктен бір мақұрым болып бара жатқан адамдарды көріп отырмын да, ішім ашиды. Енді көп айтқым келіп отырған жоқ. 18-де кішкентай қызсың дейсіздер, бірақтан сондай ауыр сөздер жазасыздар. Ендігіде наличность переходить етті, балаға сөздер жазып, қарғыс тілеген жандар, ол нәрселер заң алдында жауап берілетінін ұмытпаңыздар. Фейк аккаунттан жазып, герой сымақтар қорқытып, үркітіп жатқан жандарға айтатыным, мен историяма түрлеріңізді сала аламын, основной аккаунттарыңызды тауып ала аламын, менде таныстар бар, жеткілікті. Сондықтан да бір нәрсе жазбас бұрын, істемес бұрын келесіде ойланып істейік. Ой, әңгімем жалғастырайын, в общем, жазсам ұзақ болып кетеді. Сонымен телефонмен сөйлесіп отырып, той иесімен, я прям психанула, капец, қалай ол, как это, когда деп уже неше түрлі ойлар, біздің ойымыз жүйрік болады ғой. В общем, сұрасам, содан кейін телефонмен сөйлесіп болған кейін сұраймын ғой, мынау кімнің спонжигі? Білмеймін дейді. Мен айтам, қалай білмейсің, сен машинаң алдында отырған бір қызынан боянған ғой, мен деймін да, мына менің спонжигім емес деп. Сөйтіп сцена ревности болған жерде сөйтсем, оказывается, ол енемнің спонжигі екен. Біз неге қыдыруға шыққан кезде енем Бекстан машинасында отырды да, мен папамдардың машинасында отырғам. Сөйтсем, оказывается, енешкамның сумкасынан түсіп қалған екен. Сол бір 5 минуттың ішінде мен апыр-топыр неше түрлі ойды айтам да, ой деген жүйрік. Бүгін мен Арманаға келдім, қазір дизайнермен келсем, кешке мебельдің цветтерін таңдауға мебельщиктерға барамыз. В общем, жұмыс көп. Бүгін декоративный панельдер аламыз стенаға, краска, соның барлығын Арманадан алуға келдік. Өйткені стройсетида так средний нелері да, біз хотим что интересное. Солай. Пастан. Қанша миллион бердіңіз деп қымбат екен, 500 деді, бірақ аланы средний камень. Бірақ походу сол бізге сол Камень енді да, вообще ғой. Білмеймін, енді көреміз қазір, енді цветовой гаммасы нетіп жатса. Бірінші краска таңдап тастайық онда. Жақсы краска таңдап деп жатырмын, жуылатын, качествосы жақсы. Деп енді крутой дегенде енді Армаданың крутойын көреміз қазір. Бағасымен бөлісіп отырамын. Қараңыздар, мынандай кожаный обои бар екен осындай. А эти обои сколько стоят? Как их считают? 38 там размеры написаны. 38 000 тенге. Береді, мынандай как панель сияқты.
квадратный метр 38 мың теңге дейді. И маған мынау ұнап тұр, бірақ сұмдық қымбат екен. Мынау 190 мың теңге деді. Осында бір лист ғана. А бізге одан көп керек та. Лестницаға қойсақ. 30 мың теңге болайын деп тұр ма?